еңбекке жолы болушыларда Қайырлы кеш, құрметті тостмастерлер, қонақтар. Мен сөзімді бастамас бұрын бір сұрақ қойсам. Адам жетістікке жету үшін еңбек керек пе, жолы болғыш болу керек па, әлде талант қажет пе? Осы туралы ойланып көріңіздерші. Ботагөз ханым, сіз не айтар едіңіз осы сұраққа? Мен ойымша осы ішінің барлығы да болу керек деп ойлаймын, бірақ қазіргі өзімнің жасыма орай тіпті былай проценттік көлемде айтып кететін болсам, ол 90% еңбек деп ойлаймын, 1% талант және қалған 9% жолы болушылық деп ойлаймын. Рахмет, жақсы пікір екен. Ал сіз, Мейрамбек? жалпы негізі үш факторды әртүрлі жерде әсер етуі мүмкін әрине, бірақ менің ойымша еңбек ең маңыздысы. Себебі қаншалықты жолы болғыш болса да немесе талант болса да, әрекет етпесе, еңбек етпесе, оның жеңіске жетуі бірталай әрине. Рахмет пікірлеріңізге. Негізі көп адамдар жетістікке жетудің, табысты болуды тағдыр, немесе оның жай жолы болды, немесе ол талантты деп айтып жатады. Бірақ бұл сұрақтың бір дұрыс нақты жауабы болмауы да мүмкін. Себебі ол көп факторлерден де, бұдан да көп факторлерден тұруы мүмкін. Бүгінгі сөзімде мен сіздерге жолы болғыш болмай, немесе бір арнайы таланты болмай, адам еңбекпен қалай жетістікке жетуге болатынын бір үлгі арқылы айтып көрейін. 12 жасымда мен Түркістан қаласындағы қарапайым бір кішкентай мектептен еліміздегі ең беделді деген республикалық физика-математика мектебіне емтихан тапсырып түстім. Бұл жерде сыныбымда оқушылардың көбісі қалалық, аудандық, республикалық, тіпті халықаралық олимпиадаларда жүлделі орындар алатын. Ал мен ешқандай олимпиадаға қатысқан жоқпын. Мектепті бітіргенде мен медальмен бітірдім. Неге? Неге? Себебі мен табиғатымнан сондай ұялшақ, өзім интроверт болғаннан кейін барлық уақытымда мен сабақ оқитынмын. Осы менің мектепте өзім қалыптастырған еңбекқорлық және табандылық мені Түркияға оқуға алып барды. Ол жерде де мен жай орташа бір студент болмай, университетті бітірген кезімде 85%-дан жоғары балға бітірдім, және менің танымдық көкжиегім кеңейді. Ол жердегі менің басты қаруым сабақты тұрақты түрде оқу болды. Оқуды бітіріп келген соң халықаралық компанияда жұмысқа орналастым. Бұл жерде мен жұмысымды адал істеуге тырыстым. Дедлайндарыма мұқият болдым, және де басшылар айтпаса да әр сенбі күні 2-3 жыл өзім жұмысқа шығатынмын, отырып жұмысымды істейтінмін, және де өз алаңым бойынша, өз салам бойынша көп жақсартулар енгіздім. Әрине, бұны басшылықта байқады, және де мен жыл өткен сайын мансабым жоғарылай берді. Карьерада бір сатыларға көтеріле бердім. Негізі адам өмірінде бір маңызды сондай сәт болады екен. Бір таңдау жасау қажет болады. Менде де сондай бір сәт туды. Менің жолдасым жұмысы басқа қалаға ауысқан кезде мен отбасымды таңдап, карьерамда уақытша бір үзіліс алмақшы болдым. Бұл уақытша үзілісім 10 жылға созылды. Сол
Ол кезде кішкентай балаларым дүниеге келді. Сол кезде мен кәсіби алаңда өте төмендеп, біраз өзіме деген сенімділігімді де жоғалтып алдым. Балалар мектепке бара бастағанда мен аударма ісімен айналысып көрейін дедім. Бұл аударма ісі менің ішімде бір жазуға деген қызығушылық оятты. Мен жазушылық курсына қатыса бастадым. Ол жерде де сөздік қоры өте бай, кітаптары шыққан жазушылар да мен сияқты студенттер болды. Менің өзіме деген сенімділігім тағы да өте төмен еді, бірақ намысқа тырысып, ылғи тапсырмаларды орындап, сабақтарға үзбей қатысып, нәтижесінде 2 әңгіме интернет журналға жарияланды, және де әдеби байқауларға қатыса бастадым. Сонымен менің айтарым, адамда ешқандай бір талант болмаса да, және бір жолы болғыш болмаса да, тұрақты еңбектену арқылы бір жақсы жетістіктерге жете алады екен. Тұрақты сабақ оқу мені үздік түлекке айналдырды. Тұрақты адал жұмыс істеу менің мансабымды үнемі жоғарылатты. Және де тұрақты қиын болса да жазу тұрақты түрде мені еңбектері жарияланған бір авторға айналдырды. Сіздерге де айтарым, егер де үлкен жетістіктерге жеткілеріңіз келсе, менде дарын жоқ, мен жолы болғыш емеспін деп ойламаңыздар, тұрақты күнде бір өмірлеріңізде жақсартулар енгізіп тұрыңыздар.